Ал, ассаламағалейкум, құрметті қазақтар. Сіздерге бір жақсы нәрсе айтам деп шыққан мен негізі. Сіздерді көріп есімнен шығып кеткен қырыш, қандай еді? Қазір есіме түседі айтып берем. Оға дейін өзім жайлы таныстыра берейін. Есімім Дидар, фамилиям Альчикенов, Пернебек әкемнің аты. 1987 жылғымын. Әйелім 3 балам бар, үйленгеніме 8 жыл болды. Енді мәз бұрып отырсыздар ғой. Осы 8 жылдың ішінде 14 кило тастаппын. Өтте қиын. Әйеліміз екеуміз көшеде қол ұстасып келе жатырық. Ол Төлегеннің қасындағы қыз жібек құсап, мен милицияның қасындағы зек құсап келе жатырық екеуміз. Алдымызда люк ашық тұр да домалақ. Сол люкті жапшы дейді. Дидар, люкті жапшы дейді. Есің дұрыс па, айналып өте салайық дедім. Ән маған көңіл бөлмейсің дейді. Люкке бола. Күйдіреді ғой. Бопты, жаба салайшы деп. Ақыр жабайшы деп. Көтеріп әкеп жаптым. Сөйтсем, өлі Дидар, ішінде жұмысшылар бар шығар, ашшы дейді. Қазір ғана жаптым ғой. Бопты, аша салайшы, ақыр жаптым ғой деп. Көтеріп аштым. Дауыстары шығып жатыр ма дейді. Жоқ, онда жаба сал дейді. Қиын. Үйден шығып кетіп баратыр, өзінше қырттай киініп, сүртініп, боянып, әдемі болып. Сосын сұрай салды, мен еркекпін ғой. Оу, қайқа дедім. Сөйтсем бүйтеді. Итке тамақ алуға баратырмын. Айта бер, не жейсің деп. Сөзбен жейді ғой. Өткен аптада жаман қырылдық екенбіз бе? Быт-шыт болдық. Кім кінәлі? Ақ-қарасын шешіп беріңіздер. Şimdi үлкен апаларым отыр ғой, айтыңыздар, кім кінәлі? Жұмыстан келдім, алдымнан күліп шықты. Жаным, шаршадың ба деді. Аха дедім. Қарның ашты ма деді. Жоқ дедім. Ана қатының үйінен тойып келдің ғой деді. Болды, қырғын басталып кеткен ғой, быт-шыт болдық. Ертеңіне ләж жоқ, аш келдім. Ана деген қалай тойып бересің? Қарным ашып, үзіліп кеп, ал қатын қарным ашып, әкел тамағың десем, ұрысып қалдыңдар ма дейді. Бәрі бір жақта өзің вариантын тауып алады, өте қиын. Жалпы негізі мен үйленер кезде мамама 3 қыз алып келгем. Мен де сорлымын ғой. Әйелден өлгенде 3 қыз әкелдім ғой. Сөйттім да айттым, қызық болсын деп. Мама, 3 қыздың қайсы болашақ келініңіз табыңыз, қызық болсын дедім да шейін. Мамам да пысық, енді қараңғағыр қыздар, сәлем жасаңдар, сразу табам қайсы мені келінім деді. Сол бірінші қыз бастады, сәлем бердік ене деді. Екінші қыз тұрды да, енешка, сәлем бердім деді. Үшінші қыз өзінен өзі, мен сізге сәлем жасамаймын, мен сізді танымаймын да, кто вы такая деді үшінші қыз. Мамам осы қыз деді ғой. Өлі мама, қаяқтан білдіңіз десем, қалай білмейсің, уже нервыма тиіп тұрды. Жалпы қазіргі заманда енелер мен келіндер соғысып аққан заман. Қазір ашығын айтып ал көрек. Енелер мен келіндер қазір, айтайын ба, Сталин мен Гитлер құсап тұрған заман. Әсіресе келіндер. Енелерден кінәрат жоқ, енді о кісілер аналар ғой, енді жақсы болсын дейді. Келіндер. Қазір қазақта көп келіндер бар. Осы ауыздары жыбырлап, күштен кетіп, енесіне қарсы сөйлейтін келіндер көбейіп баратыр. Еріндерін бұрап жылып алу керек. Рас, бір қайықта енелер, бір қайықта келіндер жарысып жүзіп баратыр дейді. Енелер, келіндер. Сөйтсе енелердің қайығы суға батып кетіпті. Бишара полный енелер суға кеткен ғой. Сол келіндер секіріп батыр дейді. Ура, енелер суға батты, құтылдық, воля, победа. Біз емес Құдайдың өзі алды әйтеуір кетті деп келіндер секіріп батыр дейді. Сөйтсе бір келін жылап отыр дейді. Бәрі түсінбей қапты. Ай, сорлы, неғып жылап отырсың? Не, енеңнің суға батқанын қимай атсың ба деп. Сөйтсе ана келін айтады дейді. Жоқ ай, менің енем үйде қалып кеткен деп. Ондай болмау керек, келіндерге айтарым. Жалпы сіздерге мен негізі бір жақсы нәрсе айтам деп шыққам. Есімнен шығып тұрғанын қараш, қазір есіме түседі айтып берем. Жалпы қиын. Өткен аптада қырылғанымыз есімнен кетпейді. Быт-шыт болдық ше. Ол жерде кінә өзімнен енді мойындай салайын. Аузымнан шығып кетті, қайдан білейін. Екеуміз құшақтасып, ужас кино көріп аққанбыз. Ішінен жалмауыз кемпір вә деп шықты. Әйелі мама дейді да, шешеңден тандың ба? Қырғын болғансың ғой. Быт-шыт болдық. Сонымен жұмысқа кеттім, көзіңді көріп. Жұмыстан келсем, маған подарка дайындап қойды, күтпеген жағдай. Енді мені қатты жақсы көреді, енді обал не керек, бейшара кешірім сұрағаныма. О үшін подарка дайындап қойды. Қандай деп сұрасаңыздаршы? Енем отыр да үйде. Сылдап. Мәсе подъезден көтеріліп келе қанда бірден сылдап жатыр еді, мен бір труба жарылды ма десем, жоқ, енем екен, отыр. Мен де лоп-лоп келіп қалдым ше. Сосын амандасып қой, амансыз ба, ене, жұты түріңіз бір түрлі ғой, ауырып тұрсыз ба дедім, сөйтіп ем, армандамай-ақ қойсаң болады деді. Сөйтсем, туған күн екен. Қаяқтан білейін, әйелім шымшып қалды, Ишак туған күні ғой деді. Кім Ишак? Деген жоқ, мына дедім. Енеме қарап тұрдым да, не, туған күніңіз өзіңізді тойлай алмайсыз ба не? Деп айтуым керек еді ше, духым жетпеді. Одан да подарка берейінші деппін ғой сасқанымдан. Онда өнде болады, адам қорыққан кезде шығып кетеді екен ғой. Баяғыда бір шал да суға батып баратып, қорыққандан кемпіріне мама деген екен ғой. Онда өнде болады. Подарка берейінші деппін ғой.
Қараңғағыр әкесең әкеш, подарка алайық деді. Не әкеп берейін деп ем, білмеймін ғой, өзің біл деді. Пожалуйста. Магазинге бардым да торт сатып әкеп бердім. Әдемі торт жесін деп. Соған қырғын болды ғой я. Торт әкеп бердім, жақпадым. Қыз екеуі жабылып, төбелес болып кетті. Менің қандай кінәм бар, айтыңыздаршы. Торт сатып алдым да, тортқа енемнің туылған жылын жаздым. Қасына биылғы жылды жаздым. Енді әдемі болсын деп ортасына сызықша қоя салғам ғой. Соған бола қырғын болды. Тортты өзім жедім. Жегенде жеген жоқпын, бетімнен жаладым. Ол подарка болмады, Қараңғағыр, басқа подаркың жоқ бет деді. Не әперейін дедім. Қараңғағыр, білмеймін деді. Айтыңызшы дедім. Бүтін бір нәрсе алып берейін ба, жоқ, майда көп нәрсе алып берейін ба дедім. Әйелдер көп нәрсе құмар ғой енді. Қараңғағыр майда көп нәрсе әкел, көп болсын деді. Өзі айтты ғой, я. Жанымнан кірген. Ай, осы жерде бір бақытты сәт болды мен үшін. Не әкеп бердім десеңіздерші? Бір стакан семішке әкеп бергенсің. Семішкені шағып, жалпы қиын. Әйелдер жайлы біраз әңгіме айтып, еркектерді ұмытып кетіппін ғой. Негізі еркектердің өмірі қиын. Әйелдерге негізі оңай. Үйде бала шағаны бағып, тамағын істеп жүре бересің. Еркек бейшара осы семьяны асырайын деп түзде жүреді. Қара терге түсіп, еркектерге жағатын бір әңгіме айтып берейін. Әйелдерің айтады ғой сендерге, арақ ішпе. Өкпең сет, бүйрегің түсет, бауырың кезіледі, ауырып өлесің, алқа ішпе дейді ғой. Тұра беріңдер, ода тұрған ештеңе жоқ. Менде дәлел бар, просто айтып берейін ба? Баяғыда екі ағайынды өмір сүрген, екі ағайынды. Үлкені арақта ішкен, темекіде шеккен, өмір бақи ішіп шегіп қыдырып жүрген, 90-ға келіп қайтыс болған ғой. Інісі бейшара арақта ішпеген, темекіде шекпеген, қыдырмағанда, жүрмегенде 3 айлығында шетінеп кеткен. Арақта тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Жалпы қазіргі семьялар менің көруімше осы әйел мен күйеуі бір-бірін жақтырмай, ұрысып, қырылысып, төбелесіп болып сотқа барып жатыр. Ал баяғы ата-бабаларымыздың махаббаты керемет сияқты менің. Кітаптан оқимыз ғой, солай сияқты. Баяғы аталарымыздың махаббатын бәріміз еске алайықшы ағайын. Бүгін түгел қазақтар, қарагөз қазақтар жиналып қалған екен. Еске алайық. Мен жігіттерін айтам, сіздер қыздарын айтыңыздар, дауыстап. Дайынсыздар ма? Төлеген мен Қыз жібек. Қандай әдемі. Қозы көрпеш пен Баян сұлу. Біржан мен Сара. Қатты дауыстап айтыңыздар. Ләйлім мен Әжімін. Тағың бар еді. Абай мен осы жерде тоқтайды енді. Әйгерім, Тоғжан, Ұлжан, в общем, әбекеңді көп болған ғой. Қайсың айты көресің. Негізі Тоғжан екен. Жүсіп пен Уәлибек дейді. Не болды еркек пен еркекті болса. Жүсіп пен Зілейха қандай әдемі. Қазіргі біздің эстрададағы әдемі жұлдыздаршы. Қыдырәлі мен Тоқтар мен ұмытып қалған жоқсыздар ма оларды? Кім бар еді? Жанболат пен Жазира. Беркут пен Аиша. Негізі Айша, оны Аиша шетел қылып алыппыз ғой. Көрдіңіздер ме? Жалпы көп адамдар бақытты әйелінен іздейді. Әсіресе еркектер. Әйелің жақсы болса болды, бақыттысың деп. Ода емес ау. Азанда ұйқыңнан ояндың ба? Бақыт. Ояндың ғой. Бала шағаң алдыңда ойнап күліп жүр ма? Қандай? Бақыт. Азанғы дастархандағы шәй, отбасыңмен қандай бақыт. Көлігіңе мініп алып, тірлігіңді бітіріп жүрсің. Қандай бақыт. Телефоның шырылдап жатыр. Керемет бақыт. Біреуге керексің ғой. 3 жыл кимеген костюміңнің қалтасынан 10 мың теңге тауып алдың. 10 жыл көрмеген кластасыңмен көшеде кездесіп қалдың. Қандай бақыт. Көктемдегі алғашқы жасыл шөп, шашлықтың иісі, әдемі сұлу келіншек. Өздеріңнің әйелдерің, ай. Жалпы өмірде бақытты адам болмайды екен, бақытты сәттер ғана болады екен. Бір жақсы нәрсе айтам деп шыққам сіздерге. Есіме түсті. Есіме түсті ау. Ұмытпай тұрғанда айта салайшы. Рұқсат па? Мен сіздерді шын сүйемін, ағайын. Әйелдер жайлы тақырып